Ағылшын тілінде жаңа сөздерді осылай тізіп алып жаттап жүрме. Ең алдымен сізге керек заттар ол кітап. Жаңа сөздерді осындай әртүрлі фломастермен белгілеп аламыз және парақ қалам қажет болады. Осындай қызықты кітап оқу арқылы сөздік қорымызды ұлғайтамыз. Оқып отырған кезде жаңа сөздерді белгілеп аламыз. Менде 14 сөздей шықты. Енді маған парақ қажет. Осы парақтан мен кішігірім карточкалар жасап аламын. Енді осы карточкаларға сөздерді және транскрипциясын жазып, артына аудармасын жазамын. Карточкалар арқылы сіз жаңа сөздерді тез жаттайсыз және произношениені ұмытпайсыз. Яғни сөздерді дұрыс дыбыстайтын боласыз. Ағылшын тілін үйреніп жүрген болсаңыз, немесе деңгейіңізді көтеріп жүрсеңіз, менің парақшама міндетті түрде жазылып алыңыз. Мен сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.